Биыл ата-бабаларымыз армандаған бостандыққа қол жеткізуді білдіретін маңызды кезең. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл толды. Осы жылдар ішінде Қазақстан саясат, экономика, әлеуметтік сала, мәдениет және спорт сияқты түрлі салаларда үлкен жетістіктерге жетті. Отандық бизнесті дамытудың негізі қаланып, еліміздің астанасы Сарыарқаға көшірілді. Жас қазақстандықтар әлемнің алдыңғы қатардағы университеттерінде білім ала бастады. Бүгінде Қазақстан өзіндік келбетімен әлемдік қауымдастықта ерекшеленіп, әлем таныған мемлекетке айналды. Одним из самых больших достижений и богатств казахстанского народа является единство всех этносов, проживающих на территории страны в мире и согласии. Значимым достижением для нашей страны стало и проведение международной специализированной выставки «Экспо-2017», которую в общей сложности посетили более 4 миллионов человек. Еліміздегі ұлттық экономиканың дамуына әр облыстың, олардың ішінде Шығыс Қазақстан облыстығында қосқан үлесі зор. Шығыс өңірі жаһандық және өңірлік нарықтармен байланыстыратын аса маңызды транзит торабының бірі болуда. В состав Казахстана входит 14 областей. Среди них Восточный Казахстан был и остается промышленным флагманом республики. В настоящее время динамично развиваются наши крупные предприятия, пережившие самые трудные и местами кризисные годы становления независимости. За годы независимости медицина Восточного Казахстана вышла на совершенно новый уровень. Именно в нашем регионе сосредоточены уникальные медицинские центры ядерной медицины, роботохирургии, реабилитации и трансплантологии, аналогов которым нет в стране. Шығыс Қазақстан облысының ірі өнеркәсіптік аймақтарының бірі Риддер қаласы. Елді мекенге осы жерден кен орнын бірінші ашқан инженер Филипп Риддердің есімі берілген. Риддер является одним из крупных промышленных регионов Восточно-Казахстанской области. Добывает цинк, свинец, драгоценные металлы. Численность населения по Риддерскому региону составляет 55 410 человек. 6 февраля 1941 года город Риддер был переименован в Лениногорск. 28 июня 2002 года указом президента Казахстана с учетом мнения местных жителей было возвращено историческое название Риддер. За период независимости город Риддер в агропромышленном комплексе достигнуты значительные результаты. Наблюдается постоянный рост производства молока, мяса и яиц, увеличивается поголовье сельскохозяйственных животных и производительность труда. Произошел значительный рост по увеличению выращиванию зерновых культур, овощей и картофеля. Также на ежегодной основе местного товаропроизводителя получают государственную поддержку в виде субсидий. Риддер өңірінің төңірегіндегі тың табиғат туризм индустриясын дамытудың үлкен әлеуетіне ие. Кендалтайдың табиғаты ерекше. Тау ормандары емдік шөптерге, жидектер мен саңырауқұлақтарға бай. Мұнда бұлан, аю, бұлғын, арктикалық түлкілер, ақкіс, ақтиін секілді аңдарды көптеп кездестіруге болады. Тай мен қарауыз секілді сирек кездесетін балықтары да бар. Сылдырап аққан таулы өзендері мен көкорай шалғын белдеріне қарасаң көзің тоймайтын әсем табиғаты мен тамсандыратын өлке туризмді дамытуға өте қолайлы мекен. За годы независимости возводились новые промышленные предприятия. Ульбинская ГЭС – одна из каскада лениногорских гидростанций. С ее вводом и строительством линии электропередачи между станцией и промышленной площадкой было резко улучшено электроснабжение Риддера. Последние годы начинают набирать обороты рубка и вывоз сырой древесин. Сейчас из небольшого рудничного поселка с рубленными домами и деревянными тротуарами Риддер превратился в многоэтажный и благоустроенный город. В настоящее время город Риддер – промышленный регион Восточно-Казахстанской области. Летом он постоянно умыт дождями, зимой укрыт сказочными снежными шапками. Весна приносит свежий ветер, напоенный ароматом альпийских лугов. Для тех, кто отдал гордому делу и металлургии частицу своей души, нет лучшего места на земле. Риддер қаласының тұрғындары біздің мемлекетіміздің дамуына өздерінің қомақты үлестерін қосуда. Мұның өзі біріншіден еліміздің 30 жылдағы тәуелсіздігінің арқасында қол жеткізген жетістіктер болса, екіншіден Риддер халқының береке бірлігі мен қажырлы еңбегінің арқасы.